Қазіргі заманға әлеуметтік мәдени шындық бізге коммуникативті стратегиялардың және олардың объектісіне айналатын ақпараттың маңыздылығының артып келе жатқанын айқын көрсетеді. Біз үнемі ақпараттық бумның көріністерімен бетпе-бет келеміз. Теледидар экрандары, интернет, газеттер мен журналдар бізге билбордтардан, баннерлерден, парақшалардан, буклеттерден ақпарат түседі. Кейбір зерттеушілер әрбір ересек адам 500-ден астам жарнамалық хабарламаларға тап болады деп санайды. Миддлск университетінің профессоры Джудит Уильямсон жарнама өнер мен дін атқаратын функцияны да орындайды деп санайды. Басқа нәрселермен қатар ол мұны жарнамаланатын нысандардың сипаттамаларын ескеру жеткіліксіздігімен түсіндіреді. Ең бастысы, бұл құндылықтар біз үшін нені білдіреді? Жарнама объектілердің тілін адамдардың тіліне және керісінше өзгерте алатын құрылымды орнатады. Бигнелл жарнаманы мағыналар құрылымы ретінде қарастыратын Джудит Уильямсонның көзқарасын талдай отырып, жарнама адамның өзін және әлемді түсіндірудің идеологиялық жазықтығында әрекет етеді дейді. Бұл байқауды растау ретінде ол қазіргі заманғы жарнаманың тікелей тауар сатып алуға бағытталмағанын келтіреді. Жарнаманың мақсаты бізді оның мағыналық құрылымына қосу, оның тілдік және визуалды белгілерін декодтауға қатысуға ынталандыру және осы декодтау әрекеттерінен ләззат алу. Отандық жарнамаларды алсақ, Buyotso сүт өнімінің жарнамасы көп жылдан бері кең етек жайған. Олардың басты мақсаты тауарды барынша пайдалы етіп көрсету. Визуалы өте жағымды, отбасы қорғанышы ретінде саналатын, иммунитет көтеретін ең дәмді сүт өнімі ретінде жарнамаланып келеді. Бұл Уильямс идеологиясындағындай тауарды тікелей сатып ал демейді. Тек пайдасы мен ең керемет тұстарын түрлі эмоция жағдайларымен көрсетуді жөн көреді. Оның идеологиялық қызметі қоғамымыздың экономикалық негізін қолдайтын идеяларды мәңгілікке қалдыруға бізді тұлға ретінде тарту және өз тауарын мейлінше жақсы жағынан көрсету.